Жағын мысалы анау Астана Моторс компаниясының Алматыдағы мультибрендтік зауыты 90 мыңнан астам көлік шығарылады дейді. Оның тіпті 70 мыңға дейіні жаңағы экспортқа кетеді деп жатыр. Сондықтан мұнда ол мәселе тек қана ішкі тұтыну емес, сыртқы тұтыну да ескеру. Тіпті ресми емес түрде Ресейге кетіп жатыр көліктер, көп алып жатыр адамдар. Өзбекстан ресми экспортталады, және де Тәжікстан мысалы мемлекеттер бар, тағы да көршілес мемлекеттердің барлығында экспортталады. Ербол Сейпілевтің бұл уәжіне қоғам белсендісі Еркебұлан Құлбасовтың сенгісі жоқ. Айтқан сөздерін өтірік әңгіме деп сөкті. Есебі логикаға сыймайтын айтқан сарапшы көлік зауыттарын толтырып салудың орнына Қазақстанды өңірдегі автохабқа айналдыруды ұсынып отыр. Кіммен бар келісім? Айтыңыздаршы, бізді білейікті, кіммен келісім айтсыздар? Қайыққа сатайын деп отырсыздар, ешқандай логикада, есепке де сыймайды. Егер де бір құпия ақпарат болмаса, бөлсеңдерсінші халықпен. Олар мысалы кеше айтасыздар, сіздер неге Қазақстанда жаңадан заводтар салу үшін 600 миллиард теңге сұрапты кешегі. Тағы да қосымша заводтар саламыз деп. Ол заводтар салса, қайыққа апарамыз бір? 4 үй бар жерге апарып, тойхана салып қойғанмен бірдей ғой. 20 миллион халыққа қаншама 10 мың 100 деген завод неге керек бізге? Бізге шетелден әкеліп, өзіміз мына үлкен автохаб боламыз.